Birinci mikrofon. Рахмат, Дастан Артбекович, күн тәртібі бойынша сұныш болған екі пікір бойынша да. Егерде ертең жоғарғы кеңеш тарқап, 2 айдан кейін жаңы шайлау бола тұрған болса, анда шайлау кодексі бүгін қарай берсек болады. Эми шашқан шайтанын іші, шайлау деле шайтанын іші. Шашылыштың қаншалық қажеті бар эле? Айда қамшы керек. Кече комитетте қарап тұр. Ешкім танышқан жоқ. Анан бүгін эле қапқа шебеген салып, алдыбызға тыштап алып тұрып қарай бергіле деген бұл өзі тура емес болып қалады. Ел дағы бұны тура емес қабыл алады. Біз ел өкілдері еш шашпас керек. Шайлауға 1,5 жыл бар. Анан қайда шашып атабыз? Эмне ким қызықтар бұл ішке? Айтыңызшы. Ким қызықтар? Ешкім қызықтар емес. Екінші, Ақылбек Жаманқұлов жөнінде айтылды да. Аға болып отқан башқалар тарауынан, бажалар тарауынан болып отқан қысымды бағыр өсірі көрбедік бе? Адей тияқты думай, адей тияқты отпай бі? Ошоға жол беріп қойышуыз керек бе? Ал кечеги биздин кесиптешибиз, бүгүнкү мамлекеттик ишкананын жетекчиси. Анан ага ушундай кысымдар болуп атса, башкалар тарабынан, бажалар тарабынан биз башыбызды ылдый салып отурганыбыз уят го дейм. Келгиле, эгер ошондой эле болсо, Акылбек Жаманкуловду чакырып алып сурайык, кимдер тарабынан коркуттуу болуп атат, кимдер тарабынан кызат, укук коргоодуларды чакырайык. Анан жок, анын камсыз кылып берип кой деген туура эмес болуп калат да. Мен ушундай сунуш киргизет элем. Рахмат.